Марал, мен де мына балалар секілді ойнағым келеді. Мен де Самал. Ау, Неге бізде ата-ана жоқ? олар бізде бар. Тек қана бізбен өмір сүргісі келмеген. Егер бірге өмір сүргісі келмесе, неге бізді туды олар? Білмеймін, ақымақтарда. Одан да туылмағаным жақсы еді. Дұрыс айтасың, Марал. Туылмағанымыз жақсы еді. Мен туылмаймын деп шештім. Атаң мен әжеңнің суреті? Я, атам мен әжемнің суреті. Әжемнің ішіндегі әкем. Ол туылмауы қажет. Сен де туылмайсың. Бірақ оны қалай жасайсың? Сен туылып қойдың ғой. Білмеймін. Бірақ сен маған көмектесесің ғой, я? Әрине, сен менің досымсың ғой. Көмектесемін. Самал, сен сол баяғы ойыңнан айнаған жоқсың ба? Жоқ. Мен бұған қанша жылдарымды арнадым. Енді одан оңай беріле салатын жайым жоқ. Сонда қалай туылмай қаласың? Марал, мен саған неше мәрте түсіндірем. Мына төртеуін 1982 жылға дәл менің атам мен әжемнің суретке түскен жерінде қайтаруым керек. Жоқ, олар онда барғанда не істейді? Наны менің әжеме беру керек. Не? Түсік тастайтын дәрі. Самал, сен сонда әкеңді осылай. Мені аямаған әкені мен аяуым керек па? Мына төрт дуракты ертерек сол 1982-ге қайтару керек. Іздеңдер. Теріс материя қалып қалады. Іздеңдер. Өр. Тапсын ба? Яурек сендерге тапсын дейді. Іздеңдер. Көр шамал сен. Барын өзі кәні бұрышты. Сендер сол үшін жаралғансыңдар. Табыңдар. Еңбектендер. Еңбекті біз сары алтын, бір тал ексең, мың тал ет дейді. Бізде құда мың жылдар кеу бала жүз жылдық. Ештеңе жоқ. Жатымыз не жерде? Кешіріңдер. Хорошо, что құйрығың кровайдың сыртында тұр. Бұл жерде бір мән бар ғой. Қойшы, тез табайықшы. Сөйтіп 82-ге кетейікші. Мұна жалықтым мұна жерден бар. Шаршырып кет. Таяқ жегізетін достарың сағындың ба? Айтпақшы, біз құдыққа түсіп жоқ болып кеттік қой. Артымыздан қалмай жүретін еді. Шоқ болып қалған шығар. Жігіттер, осының ішіне түсті. Құдықтың ішіне түсті да, төртеуі жоқ. Қой, былай қарай кеткен шығар. Өз көзіммен көрдім деймін, мынаған түскен. Қызықсың ба сен? Қош. Түнде анық көрінбейді ғой, мүмкін шатасқан шығарсың. Сен жалпы екеуің сөзге түсінесіңдер ма негізі? Өз көзіммен көрдім, осы құдықтың ішіне төртеуі түсіп кетті. Мен осыған бала оятып келдім ғой бізді. Төрт адам жоқ қой, ойласай. Сен нені төртеуін әурелетіп жүрсің, а? Кім? Сен! Мен әурелеп жүрген жоқпын. Мен теріс материя табамды уәде бердім ба? Іздетіп жатырмын теріс материя. Қайдан? Кроваттың астынан ба? Сен мен ақымақ көріп тұрсың ба, большой брат? Давай, тез тап! Қайдан? Білмеймін, сен уәде бергенсің. Вообще-то сен маған немен тақалып тұрсың? Көмегің ұнамай ма? Басқа бір табылыңдар. Тоқта! Сен не кім екеніңді ұмыт қалдың ба, большой брат? Ертең мен сенің бүткіл сырыңды сыртқа жаямын. Сосын жүресің лабораторияда. Подопытный кролик бол. Самал, түсініп тұрсың ғой өзіңді. Теріс материя жоқ. Енді импровизацияға салып мен бұларды алдап өздерін іздеп жатырмын. Енді не істемекшісің, большой брат? Енді ма? Я. Йорик.
План А. Теріс материя жоқ дейді. Енді Ал. План Б бар дейді. қандай? Төртеуінің арасынан не толып байқадың ғой? Ғылымға шамалы жақын. Соны аламыз лабораторияға барып, өзі тапқызамыз. Бізде ондай лаборатория бар ма не? Әкел құлағынан. Баршы, болмаса өзім жасап аламыз. Білмеймін, большой брат, не істесең соны істе, бірақ маған теріс материяны тап. Самал! Не болды? Хозяйка квартираның ақшасын тез аударыңдар, болмаса үйді босатыңдар деп жатыр. Немене бәрі әлі көшіп қонып жүрсіңдер ма? Біз көшпелі қазақпыз, жігіттер. Біздің ата-бабамыз көшпелі болған. Біз де көшіп қонып жүреміз. Біздің ата-бабаларымыз батыр болған. Түбінде... Бүгін ақшаны таппасақ, тағы да көшіп кетеміз. Иә, Қанша керек? 200 мың. Бізде неше бар? Алтыннан 40 мың бар. 40 мың? 40 мың бар. 40 мың? Иә. Ал әпке, бізде қазір 40 мың болып тұр да, қалған ертең Каспиймен салсақ бола ма? Болады дейді. Бірақ қазір жібермесеңдер, мен қазір өзім барып алып кетемін. Қазір келе ма? Иә. Ол келмей тұрып, біз тезсіз ақшаны аударуымыз керек. Тезсіз жаңағы ақшаны менің шотыма аударыңдар. Қазір әпке болды. Кепеш. Ақша өзімде ма? Өзімде. Самал, ақшаны сен шотыңа аударамыз. Көт. Сіз уже кеп қалдыңыз ба? Мен төбеде тұрамын ғой. Кән, 2-ақ қыз тұрамыз деген. Әкел ақшаны. Қыздар, неқта? Мына жақта. Мына жақта. Саламатсыз ба? Жылдамдата кел, жылдамдата кел. Айтпасana, квартирада шығарып жіберді. Немене қалалар у-шу, машина көп. Ей, тоқта! Кет, бар көрейікші. Қайсына? Не болды? істемейді. Әпке, енді біз ауылда тұрамыз, ауылдың қыздарымыз, қалада оқимыз. Өйстіп арасында ақшаны кешкі тұрып қалады да, кішкене қарасасыз ғой, ә? Өтініш, кішкене қараса тұрыңызшы, әпке. Сонымен қашан түседі? Қазір банкоматқа енді кетті ғой, сәл кешігіп жатыр. Олар менің шотыма салады, мен бірден сізге аударып жіберемін. Әпке, неғып тұрсыз? Аяғыңыз ауырған шығар, отырыңызшы, кеңіз, мен сізге печенье алып келдім. Шай әкеліп берейін бе? Әшейінде отырыңыз демейсіңдер автобуста көргенде. Көрмегенсіп, телефон шықылап, болмаса ұйықтап отырасыңдар. Болмаса соң жағына барып отырып алып, орын бермейсіңдер. Енді әпше, келесі жолы сізді автобуста көрсем, обязательно орын берем, ә? Міне. Так, кеттір, окей. Түсті. 8-700. Болды ғой, квартирада қалатын болды ғой, Әзірше қалдық. Ау. Йорик, ақылымсың ба, Йорик. Ақшан 200 мың көтеріп берейін ба? 200 мың? Кеттік, көтеріп бер. Ұста. Не болды, көтердің ба? Көтердің ба деймін? Кепеш не ғой? Кепеш. Дүние қолдың кірі. Дүниені жүрекке байлама. Бәрі жақсы болады. Сендердің ақшаларың түскенше, мен туалетке барып келейін. Туалетке баруға болмайды, әпке. Болмайды. Ол жақта сантехниктер бар. Сантехник? Иә. Ешқандай дыбыс шыққан жоқ қой. Қазір шығып отыр. Тағы не құрттыңдар? Сіздің ақшаңыз жоқ. Қыздар, Тауып береміз. уайымдамаңдар. 200 мың теңгені хозяйкаға лақтырып тастадық. Туп қой, сен тағы да ақшаны тігіп жібердің ба? Көтерімді ойлап қалдым ғой. Шыңдар! Қарасай бұларды. 2-ақ қыз тұрамыз деген. Жүрістерін қара бұлардың топырлап. Ұялмайсыңдар ма? Сендерге не? Проходной двор ма бұл? Үшіншісі міне. Жоғалыңдар, кетіңдер бар. Саламатсыз ба? Сендер. Амансыз.
Неге жүрсіңдер байын топырлап? Есенсіз бе? А? Құла! Ал кеттік көшпелі қазақтар. Енді қайда барамыз? Қайта мына хозяйка жақсы екен, бате. Арқаңнан айқайлап тұрмайтын. Терезесі домның арғы бетінде ғой. Мынау тұр ғой. Не үшін шығарып тастап бізді? А? Ақша қайда? Ақша қайда деймін саған? Бауырым, дүниені жүректе байлама. Ақша бірде бар, бірде жоқ. Дүние деген қолдан кірі, бауырым. Ақша қайда деймін саған, тупой? Ақша... Білмеймін. Кетіңдерші. Басталды тағы. Ньютон? Неге кепіш жерді ұра береді? Детский травма шығар. Ана кетті. Кепеш! 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 Қайда кетті, ана? Ой, бірше! Еп, документ жоқ, басқа жоқ, қалай табамыз енді, тесіз табайық. Осы қалай кетіп еді ғой? Кет, байға жүре берші. Қайдан ғана құдыққа түстім, а? Адам түсмейді заманға келдім. Шаршап кеттім міне. Өй! Да, босс. Вот, кетті. Брат, қылғысты? Братан, сен кімсің? Жігіттер, мен мынаның не екенін білмедім. Бірақ сенен істеп жүргеннен дұрыс емес. Кепеш! Ай, амая. Не қарайсың маған? Қарама олай. Біз сені Жамал деп қала берем ше. Қандай Жамал? Не болды қайта-қайта Жамал деп? 82-де саған ұқсайтын Жамал деген қызым болған. Қызығы, қазір қайда жүр екен? Примерно үйлерден асып қалған шығар. Бірақ сен Жамалға қатты ұқсайсың. Миыңа мынаны қаттырақ ұғып ал. Мен саған мал емеспін. Мен саған самалмын. Енді маған өйтіп қырыңдама, түсінің ба? Қыздарда қандай өзі? Бір нормальный қыз бар ма өзі бұл жақта?